Басында көшіп келу кезде неге запас қор болу керек ақшада, да? Өйткені бізге мысалы әр адам басына, мысалы мен 3 балам бар, маған бар, өкіметтен бөлінген 258 мыңнан ба бөлінді бізге. Ол ақша алмай тұрып, біз көшіп келіп алдық. Өйткені подъемный күтіп отырмадық қой. Сол кезде мен өзімнің запас ақшаларымен келдім, бірақ мен енді қанша 36-30 примерно ар жаққа тағы 4 сағат жүріп, 40 сағаттық жол ғой. Менің үйіммен осы үйге шейін 40 сағаттық жол, Петропавлға дейін. Енді мен 3 пересадкамен келдім. Былай Чимкентке, Чимкенттен Петропавл, Петропавлдан мұнда. Сол кезде біраз ақша кетеді. Өйткені сіз заттарымен көшіп келесіз, баланың заттары бар, өзіміздің заттарымыз бар деген сияқты, тем более жүкпен жалғыз болғаннан кейін қиын болды. Ал қаладан ауылға қалай жеттіңіз? Өзіңіз жеттіңіз бе? Жоқ, Дархан Малгаждарович осы ауылдың директоры, сонымен қатар мектептің өзінің автобусы бар. Сол кісілер күтіп алды. Түскеннен қарсы алып, кәдімгідей тосып тұрып, үйге шейін өздері алып келіп, түсірісіп, Петропавлға келгеннен кейін болды. Ешқандай ар жағынан уайым, қайғы, ешнәрсе жоқ.